оперативно-спасательный отряд, меры безопасности на воде. Будьте внимательны, осторожны. Данное место считается опасным для купания. Шіліңгір шілденің қызған шағында суға шомылатындардың саны артуда. Салдарынан тілсіз жаудың құрбаны болғандар аз емес. Биыл облыстың өзен көлдерінде 7 адам мерт болды. Құтқарушылар дабыл қағуда. В городе Петропавловске имеется 2 таких. Барлық қайғылы оқиғалар суға түсуге арналмаған жерде орын алады. Бір фактіде баланың өлімі тіркелді. Біз қалалықтарды ескертеміз. Қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз. Тек бекітілген жерде шомылыңыз. Судағы құтқарушылар күн сайын Есіл өзенін аралап, бекітілмеген жерлерде шомылғандарға ескертпе парақтарын таратады. Мамандардың айтуынша негізінен араққа сылқия тойып алғандар су құрбаны атанады. Татьяна Фомина 20-шы ықшам ауданының тұрғыны. Ол да жүздеген петропавлдық секілді белгіленбеген жерде суға түсуге барады. Татьяна балалармен бірге үй жанындағы жағажай жақын орналасқандықтан мұнда шомылу ыңғайлы деп отыр. Мы не пьем, нас, во-первых, Менің ойымша бастысы суға шомылғанда сақ болу қажет. Біз осында келгенде ішімдік ішпейміз. Балаларымыз қашанда назарда. Бұл жерде де құтқарушылар болса жақсы болар еді. Айта кеткен жөн, Петропавлда тұрғындардың суға шомылуына арналған 2 орын белгіленген. Бірі Алакөл жағалауында. Көлге келушілердің қатары да аз емес. Екінші орын Есіл өзені бойындағы қалалық жағажай. Бұл жерлерде құтқарушы мамандар қызмет етеді.